Сәлем достар, сіздермен тағы да Арайдың асханасы өте оңай жасалатын, өте дәмді восточный пирог дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тестасын, яғни қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге сары май, ұн, қант, жұмыртқа қажет. Егер жұмыртқаларыңыз ірі болса, бір жұмыртқа қоссаңыздар да жеткілікті. Менде кішкентай болған соң 2 жұмыртқа қостым. Және де қопсытқыш, яғни разрыхлитель керек. Алдымен ұнымызға қопсытқышымызды өлшеп аламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Одан соң оның үстіне біздің қантымызды қосамыз. Және де 2 жұмыртқа егер ірі болса, біреуін қоссаңыздар да жетеді. Және де сары майымызды микроволновкада ертіп алып қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Бір массаға жеткенше араластыруларыңыз керек. Мінекей осындай қамыр болып шығады. Бетін жауып қалдырамыз. Оға дейін ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасы өз қалауларынша қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде өрік, мейіз, жаңғақ және де жаңғақтың бірнеше түрлерін қоссаңыздар да болады. Және де осы три желания деген сгущенканы қосыңыздар, сол кезде дәмді болып шығады. Алдымен формамызға қамырымызды бір келкі етіп жайып шығамыз. Форманы майлаудың немесе пергамент қағаз төсеудің қажеті жоқ, жабыспайды. Бортики жасап тағы да жайып шықтық. Одан соң ішіндегі салмасын өз қалауларынша салсаңыздар болады. Қаншалықты көп салсаңыздар, соншалықты сіздердің пирогтарыңыз дәмді болады. Жаңғақты салдым, дәнекті салдым. Жаңғақты да көбірек салсаңыздар дәмді болып шығады. Және де әдемі түс болу үшін осындай өрікті туралып, майдалап салып шықтым. Егер три желания емес, басқа сапасыз сгущенка қоссаңыздар, пирогтарыңыз бұншалықты дәмді болмайды. Сол үшін сапалы сгущенка қосуға тырысыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде суығаннан соң формасынан алыңыздар, сол кезде оңай алынады. Біздің пирогымыз дайын. Қонақтарыңыз келген кезде міндетті түрде жасап беріңіздер. Шаймен прям күшті кететін пирог болады ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Қоштаспаймын. Келесі видео рецепті кездескенше астарыңыз дәмді болсын.